Сәлем достар, небәрі 45 минуттың ішінде қуырдақ жасап көрдіңіз бе? Олай болса, алған қазанында бірге қуырдақ жасайық. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Алдымен барлық көкөністерді жуандап турап, әрқайсысын бөлек-бөлек ыдысқа жайғастырамыз. Менде пияз, сәбіз, қызанақ және де картоп. Ауған қазанда қуырдақ, яғни жаркое дайындау үшін кез келген көкөністерді пайдалансаңыз болады. Бұл қазанда көкөніс те, ет те жұп-жұмсақ болып піседі. Егерде картоптарыңыз үлкен болса, 6 бөлікке, ал кішкентай болса 4 бөлікке бөлеміз. Барлық көкөністі турап болған соң, етті тұздап, бұрыштап, жақсылап араластырамыз. Менде қойдың омыртқа және қабырғаларымен аралас еттер. Тұз бен бұрыштан бөлек кептірілген сарымсақ қостым. Сарымсақтың өзінде қоссаңыз болады. Енді қазанға майды құйып, қазанның жан-жағының барлығын майлап шығуды ұмытпаңыздар. Содан соң барлық көкөністер мен етті қазанымызға жайғастырамыз. Қазанымызға бірінші пияз, содан соң сәбіз кетеді. Әр көкөністі салғаннан кейін тұз бен бұрыштауға ұмытпаңыздар. Сәбіз бен бұрыштан кейін етімізді саламыз. Одан соң үстіне қызанақ, ең соңында картоптарымызды салып, тұз бен бұрышымызды сеуіп, қазанның қақпағын толықтай жауып, қазанымызды 45 минутқа отқа қоямыз. Тағы бір ескере кететін жайт, қазанның 2-ден 3 бөлігі ғана толтырылуы тиіс. Қазанға ешқандай су құймаймыз. Өзінің буында пісетін болады. Қазанымызды отқа қойған кезде алғашқы 10-15 минутта міндетті түрде қатты жанып тұруы керек. Одан кейін өзінің буында піссе болады. Осымен біздің ауған қазанында пісірген тағамымыз дайын. Шоқта піскен тағам өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.